шақырады деп қабылдаймыз. Келесі кезекте ұлттық құндылықтарды жетімді жылатпау керек. Сонымен қатар әкенің қадірі отбасындағы мейірімділік, қайырымдылық деген қасиеттерді біз ұлттық құндылыққа жатқызады екенбіз. Ертек айтады, себебі ол өзі жетім болып өскен. Жақсы, өте керемет. Отыра ғой. Аян мен әжесі қай жылы ауылға көшіп келген? 1942. Өте жақсы, отыра ғой. Балаларға және аяққа тердеметін қанша жылға бұл Иманжанова ағай? Өте керемет. Жақсы, маған енді 3 оқушы шығу керек. Апай шығайшы. Аянның тобығы тәтәйғыш болып Тыныш! Яғни аяның тобығы, яғни аяғын ауыртып алған кез, яғни ол өзінің қоңыр сиырларын, яғни бағам деп, яғни ішіне отырам дегенің кезінен ол тобығын сайып, бақ түскенің ойы болып. Жақсы. Жазушы Жусан Иса әңгімесінде қай жылдардағы оқиғаны баяндаған. Яғни Ахмет соғыс кезіндегі Ұлы тобырғысы кезінде, соғыс кезіндегі балалардың өзінің ағасы әкесінің негізін басқарды. Осымен қорытындылаймыз. Апай, күшті екен. Және екен осында. Енді келсе дөңсіз кері байлап жазамыз. Жүрегім көрініп тұрған жоқ.